Сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі біздің каналымыздағы тақырып Франция. Франция бұл батыс Еуропада орналасқан мәдени туристік ел. Францияның теңіздік шекаралары жерорта теңізі, Бискай шығанағы және Ла-Манш бұғазы бөліп тұр. Жер көлемі бойынша 42-ші орында. Францияның территориясы картада 6 бұрышқа ұқсайды, сондықтан оны лексагон, яғни 6 бұрышты деп атайды. Францияның территориясы көріп тұрғаныңыздай кішкентай. Біздің Қазақстанның территориясына 7 Франция сияды екен. Назарларыңызда Францияның жалауы көк ақ қызыл түстегі. Францияда бұл көк түс патшаның түсі, одан бөлек бурбондардың түсі болып келеді. Себебі олар Францияны революцияға дейін билеген. Ал қызыл мен көк түс бұл Парижді білдіретін түстер, яғни көтерілісшілердің түсі. Алдарыңызда Франция елтаңбасы қазіргі заман нұсқасында арыстан бейнесі бейнеленген. РФ деген әрпі көрінеді үстінде. Бұл Францияның қысқаша атауы, және зәйтүн ағашы мен емен ағаштары бұл даналықты бейнелейді. Негізгі ойы бірлік пен әділдікті көрсетеді бұл елтаңбада. Елдің атауы франктердің герман тайпасының атауынан шыққан. Франк сөзі еркін мағынасын білдіреді. Франция қоғамдық көлік жүйесі бар алғашқы ел. 1660 жылы вагондар белгілі бір уақытта Париждің әр кварталын байланыстыратын 5 маршрут бойынша жүре бастаған. Бұл жүйені алғаш ойлап тапқан Блез Паскаль деген ғалым. Келесі бізде әлемге танымал Лувр мұражайы. Алғаш француз патшаларының сарайы болған, ал кейіннен тек үздік өнер туындыларын сақтайтын мәдениет ортасы ретінде 13-14 ғасырларда тұрғызылған ескі қамалдардың орнына. Франция өнеркәсіп өндірісі бойынша жалпы көлемі бойынша дүние жүзінде 4-ші орында. Европада Германиядан кейін 2-ші орында алады. Renault, Peugeot сияқты машиналарды шығарады. Франция супермаркеттерге сатылмаған тағамдарды тастауға немесе жоюға тыйым салған әлемдегі бірінші ел болып табылады. Сонымен қатар, көріп тұрғаныңыздай, Франция Christian Dior, Hermes, Givenchy, Louis Vuitton, Chanel сынды брендтердің отаны. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. Франция туралы тағы қандай деректер білесіздер, комментарийға қалдырып кетіңіздер.